Бүгін Медеу табиғи паркіне жарты мыңға жоқ тянь-шань шыршаларының көшеттері отырғызылды. Бұл жасыл желектердің барлығы тұрғындар бір жыл бойы жинаған қаражатқа сатып алынған. Сондай-ақ өрт пен дауылдан зардап шеккен Махнатка тауына 8000 қылқан жапырақты ағаш егіледі. Бірақ олардың барлығы аспанда өсіп, қала тұрғындар мен туристердің көз айымына айнала алмайды. Неліктен? Тілші материалында толығырақ. Былтыр басталған тауларымызға көмектесейік атты қайырымдылық шарасы алматылықтар арасында үлкен қолдауға ие болды. Қала тұрғындарының басым бөлігі жойқын дауылдан зардап шеккен қылқан жапырақтылардың орнын толтыруға жанашырлық танытты. Осының арқасында Жаңалатау қоғамдық қорының есепшотына 145 миллион теңге түсті. Қайырымдылық шара ерекше қолдауға ие болды. Бизнес қауымдастықты шет қалмады. Сүйікті демалыс орындарының жағдайына бей-жай қарай алмайтын студент зейнеткерлерге дейін көмектесті. Қаржының бір бөлігі Медеудегі көшкінге қарсы тоспаларды орнатуға жұмсалды. Қалғаны тянь-шань шыршасының 10 жылдық көшеттерін сатып алуға кетті. Мердігер ұйым 2 жыл көлемінде өз отырғызған ағаштарды күтіп баптайды. Көктемде 4000 шырша отырғызылса, қысқа дейін тағы 4000 егілмек. Дегенмен бұлардың барлығы тамыр жайып өсіп кете алмайды. Бұған табиғаттың еш қатысы жоқ. Барлық мәселе адамдарда. Демалуға келген кейбіреулер жас ағаштарды ұрлап кетеді екен. Осы уақытқа дейін 200-і қолды болған. Бұл көргенсіздік әрі өнбейтін істейді табиғат жанашырлары. Өйткені түп тамырымен жұлынған көшет басқа орынға жерсінбейді. Егер қурап қалса орнында тұрар еді. Шұңқырлар қалған, жұлып алып өздерімен алып кететін өкінішті. Адамдардың санасы осындай болса қайтеміз енді. Жігіттер өзгенің еңбегін бағалайық. Ағаш біздің өкпеміз ғой. Соңғы жылдары қаланың экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында елеулі жұмыстар атқарылуда. Осы уақытқа дейін 34 мың кәрі ағаш кесіліп, олардың орнына 100 мыңға жуық көшет отырғызылды. Ал жыл соңына дейін жасыл желек тағы 28 мыңға көбеймек. Дәулетбақызы, Ұлан Нарымбек, Екатерина Потягина, Николай Кишенин, Алматы облысынан.